Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті четвертый Власенко көрермендері. Енді әр апта сайын бір аптаның жаңағы жұмысына, ақпараттар легіне апта соңында қорытынды есеп жасайтын боламыз. Себебі өйтіп есеп бермейтін болсақ, мына халықтың арасынан шығып жатқан түрлі дүниеге тоғысқауыл бола алмаймыз. Мына жаңа Қазақстанды тежеп жатқан ескі Қазақстанның қылмыскер заңсыз әрекеттерін тоқтата алмаймыз. Мен өзімді еш уақытта періштемін, пәкпін, мен ақылдымын, халықтан үлкенмін деген емеспін. Бірақ халықтың бір өкілдерін қорғау мақсатында бір репортаж түсірмейді. Кез келген ақпарат бізге келіп түскеннен кейін біз өзіміздің тарапымыздан ол ақпаратты тыңдап шығарып, жан-жақты органдардан ресми мағлұмат алуға, сол заңсыздықты тоқтатуға әрекет етуіміз керек. Бірақ бүгінгі күнге надандардың, бір мына көктем келіп жатыр, кішкене шамасы ауыратын адамдар бар ма? Болмаса өздері мәдениеттері төмен, рухани азығы жоқ, ішкі дүниесі тар, діңгегі бос, шамалы мына санасыз, түйсігі тар, сондай азаматтарымыз көбейіп кеткен секілді. Біздің мына соңғы кезде түсірген мына ақпараттар түсіріп кетті, мына Малайсары ауылы мен деген Матай ауылын түсіріп едім. Мына комментарийларына мән беріңіздер. Содан кейін мына облысымыздың басшысы Бейбіт Өксікбайұлы, мына еліміздің Жетісу жерінің бас прокуроры Басшыбаев мырза, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің басшысы, ДВД-ны айтпай қояйыншы. Осы жаңағы мемлекеттік мекемелердің басшыларына айтарым, кез келген ақпарат өзінің нәтижесін тауып жатыр ғой. Қай жерде кемшілік айтсақ, аудиторлық жаңағы есеппен адамның кінәлары дәлелденіп жатыр ғой. Сонымен қатар қай ақпаратты көтерсеңіз де барлығы өз дәлелін тауып жатса, неге біз жынды болуымыз керек? Содан кейін мына өздерін қорғау мақсатында мына азаматтар түрлі жалған аккаунт ашып алады да, неше түрлі жаңағы комментарий жазып, содан ләззат алады. Мен оны нағыз ауру адамдар деп есептеймін. Себебі ауру болмасаң сен, егер мына санаңмен кішкене ойлансаң, егер сонда құқық бұзушылық болмаса, ешқандай әрекет болмаса, өзіңнің басыңа өзің бәле іздеп, болмаса жаңа халықты өздігіңнен дүрліктіріп, халыққа қарсы әрекет жасап, халықтың ашуына, шамына тимесең, осындай құқық бұзушылық жоқ болады-ау деп ойламайды. Біз халықтан төменбіз деп ойламайдық. Әрқайсысының Матай болсын, Малайсарыдағы айтқан азаматтар болсын, барлықтары мына көкіректеріне намысып, өздерін әбден мына жалғанды жалпағынан басып, нағыз заң бұзушылық, нағыз қылмыскерлер атанып кеткен. Бірақ мына санасында ескі Қазақстанның біз мықтымыз деген санасы қалып қалған ауру адамдардан біз құтылуымыз керек. Себебі содан кейін мына комментарий жазғанда туған туыстарыңыз, ағайын бауырларыңыз бұдан кейін қылмыстық жазаға тартылады деп мен осыдан кейін сіздерге уәде берейін. Себебі мына жалған аккаунттарда отырып алып, бізде уголовный розыск бар, басқа да құралғылар қазір өте көп. Аккаунттарын ашып, сол азаматтар тауып, осындай заң бұзушылық тауып, түрлі ауыздарына келген сөзді сөйлеп, сағаттап отырып, ана YouTube каналымызды мусор қылып жіберген азаматтарды заңды шара қолдануларыңызды сұраймын. Себебі олар ауыздарына келетін, сөйлей беретін уақыт өтіп кетті. Одан кейін сол заң бұзушылық егерде өзінің жаңағы дәлелін таппаса, басқа да қорғану жолдары бар екенін оларға түсіндіріп, мейлі Матай ауылының жаңа әкімінің туысқандары болсын, мейлі Малайсарыдағы директордың туысқандары болсын, барлығымен профилактикалық осыдан кейін жұмыс жүргізулеріңізді сұраймын. Мына құқық қорғау органдары болсын, құзыретті органдар, надзорный органдар, мына адамдарды кішкене санасына, әрқайсысына құйыңыздар. 1000 жерден олар комментарий жазсын, өздерін бір керемет ақтасын. Заңды құжат, заңды әрекет. Менің айтқанымнан, болмаса менің капризімнен ол ондай болып қалған жоқ. Ол жерде нақты заң бұзушылық болса, оны құқықтық органдар өздері анықтап жатыр. Сағаттап отырып, ауру адам құсап, ана жерге керек емес ештеңе жазып, мықтымын десеңіздер, өздеріңізді органдарға дәлелдеңіздер. Маған неменеге оны дәлелдейсіздер? Дина ханым, сіз бізден қорқасыз ба? Сіз түрмеге отырып шыққансыз, өзі мошенница, бұны кім тыңдайды? Сондай надан болар ма едіңіздер? Сондай көкірегі тар, мына санасы, түйсігі төмен, нағыз надан адамдар ғана сондай нәрсеге барады. Кухонный боксерлар мен индийский киноның комментаторларынан шаршады ғой. Бұл халық та біледі сіздердің кім екендеріңізді. Оны былай бүйтіп уақыттарыңызды жіберіп,
Сомен жаңағы жазғаннан ләззат алсаңыздар, жаза беріңіздер. Өздеріңіз сомен жаңағы жақсы болып қалсаңыздар, сомен өздеріңіз құқықтарыңыз қорғаған болып, жаңағы заң алдында дұрыспын деп ойлап қалсаңыздар, жаза беріңіздер. Ол не жалко бізге, пожалуйста. Сағаттап отырып менің түрмеде отырғаным, оның барлығы ғажайып бір Америка ашқан жоқсыз. Мен оны өзім де күнделікті айтып отырмын. Соны жазып отырған азаматтардың санасы тарлығы соншалықты, соны айта бергеннен ләззат алады. Енді удовлетворяются, самоутверждаются за счет этого дейді ғой орыстар. Сондай қазақтардың ішінде сондай адамдар барына енді көзіміз нақ жетіп отыр. Бұл жаңа Қазақстанға бұндай азаматтарды жүргізіп қою талтандатып, бұл үлкен нағыз қателік. Ана Матай ауылындағы аудан, Ақсу ауданының әкімі болсын, Матай ауылының округтың әкімі болатын болсын, егер сіздер шын мәнінде заң бұзбасаңыздар, бұндай дүние болмас еді. Халықты екіге бөліп, ана Малайсарыда, Кербұлақ ауданында халықты екіге бөліп, осындай бір дүние. Сіздер шын мәнінде біздің репортаждың автор, бас жаңағы кейіпкері болған азаматтар, сіздер өздеріңіз заң бұзбасаңыздар, бұл репортаждар болмас еді. Сіздер соны ойлаңыздар. Ал енді ана туысқандарыңыз, мына ағайын туыстарыңыз, жеңге әпкелеріңіз, бауырларыңыз сондай бір комментарий жазғанға сонда бір ақталып кетем деп ойлайсыздар ма? Нағыз топастық, нағыз надандық, ақымақтық. Осы жасқа келіп сондай нәрсе жасап отырған нағыз ауру адамның әрекеті бұл. Сондықтан құрметті құзыретті органдар, осындай ауру қалай аталады білесіздер ме? Бұндай аурулар жаңағы ақшаға сатылған, өзін-өзі қорғай алмай жатқан, заң бұза тұра біреуге жала жабу. Мысалы, өзін лучшая защита это атака дейді ғой, сол жаңағы мен түрмеге отырғандығымды айтса, халыққа сөйтіп жазса, өздерін бір керемет болып кетеді деп ойлайды. Негізі ол ақымақтық, таза ақымақтық. Оны айта беріңіздер. Ол ешқандай менің бір жерім қытығыма тиетіндей. Сосын ана Малайсарының ана Дина ханым, сіз бізден қорықпайсыз, мен Құдайдан ғана қорқамын. Сіздерден вообще қорықпаймын, керек емес сіздердің ана угрозаларыңыз, неше түрлі жазғандарыңыз, өздеріңізге өздеріңіз ор қазып жатқандарыңызды біліңіздер. Мен сіздерге былай айтайын, бұдан кейін әрбір жазған комментаторға, комментарийға аккаунттарын ашып, анықтап, әрқайсысын жазаға тартатын боламыз. Себебі заң бұзушылық ақиқатында дәлелденген, қай жақта түсірмесек те барлығының кемшіліктер толып жатыр. Шенеуніктер халықты қолданып, біздерге айдап салу арқылы, мен сіздерге қазір Матай ауылында мен түсіріп кеткеннен кейінгі өтіріктердің барлығын қазір сіздерге шығарып беремін. Бұларда ұят жоқ, нағыз ақиқатында ұят жоқ екен. Мен Бейбіт Өксікбайұлы, өздеріңіз қазір еститін боласыздар. Ауылдың тұрғындары, жан-жақтан жіберіп жатқан сол қарапайым халық өкілдері ғой. Не істеп жатқандарын, иә? Өтірік ана мен кете салысымен өздерін ақтау мақсатында неше түрлі видеолар шығарып, Матайдың садигін айтып едім, көрші ауылдың нулевой класста оқитын балаларын әкеп отырғызып қойып, больницада жатқан адамға қайта-қайта видеоға түсіріп, осыншалықты надан болар ма едіңіздер? Комментаторлар, кухонный боксерлар, қорғаушы сымақтар, жалған адвокаттар, содан кейін түйсіксіз, санасыз, арзан ойлайтын азаматтарға айтарым, 100 рет жазсаңыздар да, 1000 рет көрсетсеңіздер де, жалған дүние, жалған қылмыс, сіздер ақымақ екендеріңізді өздеріңіз әлемге паш етіп жатсыздар. Нағыз сіздердің саналарыңыздың төмендігінен осы қылмыстар болып жатқандығын сол дәлелдеп жатсыздар. Комментарий соған дәлел. Нақты мықты адамдар пық етпей отыра береді негізі. Отыра береді. Себебі олар өзінің арты таза екенін біледі, пық етпей отыра береді. Ал құқық бұзған, нағыз заң бұзған азаматтар ғана осындай лаш жолдармен халықтың арасынан өзіне біреуге жер алып бергендер, біреуге бірдеме қызмет, біреуін жұмысқа алғандар, тағы да біреудің әкесі, біреудің шешесі, қызы, баласы, подружкасы, түрлі сондай комментаторлар айтып ап, соны бір шай дастарханда отырып, ой, біз өл комментатор жаздық, ана журналист бізден қорқып қалды, сонымен өшіріп жатыр. Өшірсек, сіздердің топастықтарыңызды елдерге көрсетуден өзіміздің мусор еместігімізді дәлелдеу үшін өшіріп жатырмыз. Оны шаршатпаңыздар өздеріңіз. Жазсаңыздар, жаза беріңіздер, одан түк те өзгермейді. Мені қорқытпай қойыңыздар, сіздер өздеріңіз жөндеп алыңыздар, өз аудандарыңызда, өз жерлеріңіздің қылмыстарын тоқтатпаңыздар.
маған жазғанмен ол ештеңке өзгермейді. Мен сіздерге айтайын, қылмыскер болып қала береді. Ал сіздер жаңағы жалған комментаторлар сол қылмыскерлердің пособниктерісіздер ғой. Біреу баласы, біреуі әкесі, біреуі бауыры деген секілді. Оның бәрі халық көріп отыр. Халық ақымақ емес. Ал енді сол ақпараттардың қазір жалған екенін халық сол мен кете салсымен сол құзыретті органдар өздерінің қылмыстарын қалай жабатынын қазір көрсететін боламын. Одан кейін келесі жолы мына комментарий жазған кезде кішкене заң бұзып жатқан азаматтар ендігәрі бұдан кейін заң алдында жауап беретін боласыздар. Сіздер ары қарай бүйтіп талтаңдап жүре бере алмайсыздар. Заң алдында біз бәріміз бірдейміз. Менің істі болғанымыз, тағы да қайталап айтамын, жасырын дүние емес. Одан Америка ашпай қойыңыздар. Оны мен сағат сайын, секунд сайын өзім айтып отырған жайым бар. Ал енді маған мен бір қытығыма тием деп, бұл түкті де мен біздің ана YouTube каналда мусор қылмай қойыңыздар. Шәриме өз мусорларыңыз өздеріңізде. Өз қотырларыңызды өздеріңіз қасып, мына қылмыстарыңызды бәрін жөндеп, әр аудан өзін тазалап алсыншы, болды. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Біз бәрібір айттық па, көрсеттік па, бұл сол қалпында ол түзелмесе, ары қарай көрсете беретін жайымыз бар. Сіздер 100 жерден комментарий жазып, өздеріңіз шаршатқанмен де ештеңке өзгермейді. Одан кейін садаларыңыздың тарлығы соншалықты, бір комментарий 100 рет жазғанда бір керемет болып кетем деп ойлайсыздар ғой деме. Бұл көктемнің бір белгісі шығар. Ауру қозып, адам деген өзін өзі сөйтіп бір содан ләззат алатын шығар деп ойлаймын да кейбір адамдар. Ләззат алсаңыздар мархабат. Жаза беріңіздер. Одан ешқандай ештеңке өзгермейді. Бірақ енді мына қазіргі адамдардың оқымай жаңағы соншалықты сондай дәрежеге түсіп кеткендіктеріне қайран қалам. Адам өзінің арты таза болса тып-тыныш отыра береді. Шын мықтылар орнынан қозғалмайды жаңағы. Шын қылмыскерлердің әрекеттері екенін осыны біліңіздер. Халық топас емес, халық бәрін көріп отыр. 1000 жерден жасырсаңыздар да ақиқат біреу. Оны мен айтып отырған жоқпын, оны халық айтып отыр. Сондықтан құрметті біздің қылмыскер чиновниктер, қылмыскер әкімдер, қылмыскер мектеп қызметкерлері, олардың туысқандары заң алдында бәрібір де жауап беретін боласыздар. Ұнамайтын болса біздің арнаны қарамай қойыңыздар. Сіздерге ешкім қара деп зорлық қылып атқан жоқ. Өз жайларыңызбен жүріп, мен сіздерге айттым, дамып, өсіп, өркендей беріңіздер. Сіздерге тек жақсылық тіледік. Осымен біздің есептік интервьюіміз аяқталды. Енді ең күлкілісі Кербұлақ ауданында бүкіл құзыретті органдар құқық бұзушылықтың барлығы біздің репортаждың нәтижесінде дәлелденгенін көрсетті. Мейлі ана комментаторлар не десе де, ақиқат біреу ғана қылмыс жасалған. Сол қылмыс үшін сол тұлғалар заң алдында жауап береді деген уәде берілді. Ал енді мына Матайға келетін болатын болсақ, ол жердің енді жағдайы мүшкілеу. Мына облыстық облздрав дейді ғой, мына облыстық денсаулық басқармасы, облыс әкімі, одан кейін облыстық прокурор Басшыбаев мырза енді мына балабақша туралы айтылғанда балабақшада не болып жатқанын естіңіздер. Одан кейін жаңа аурухананы барып түсіріп кеткеннен кейін аурухананың басшылығы шығып жаңағы жалған видео жасап өздерін ақтап жатқан жайлары бар. Бірақ ақиқатындағы адамдардың наразылығы неде екенін тыңдап, бұл мына ескі Қазақстанның есірген азаматтарын тоқтататындай бір әрекет ойлап табу керек. Бұлар бүйтіп заңды белшесінен бұзып, одан кейін адамдарға жалған ақпарат беріп, жалғанды жалпағынан басып жүре алмайды. Осы бір қылмыстар легін тоқтатуларыңызды сұраймын. Матайда әлі ескі Қазақстан екенін қазір көресіздер. Одан кейін мұқият тыңдаңыздар. Матайда қалай мәселе шешілетін, әкімнің санасы, аудан әкімнің санасы неге жетіп, қандай дүние ойлап тапқанда, шенеуніктердің нағыз деңгейін көріңіздерші, болды, басқа әңгіме жоқ. Құрметті қазақстандықтар, мынау Матай елді мекенінің жанды жер екен осы. Кез келген адам денсаулық қой, я. Бірінші байлық денсаулық демекші, я. Мінекей осы Матай станциясындағы мінекей осы бір аурухананы жабамыз деп айтады дейді. Бұл жерде
жаңағы мінекей Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті деп әлі міне келініп тұр. Қазір Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев. Алтайдың бала бақшасы. Нақ келетін баланың саны 120-140 болар мүмкін. Ал бірақ беріп жүрген ақпарат республикаға, облысқа 200 деп. 200-дің үстінде мекен. Осы бойынша тексеріс жаса деп едім, жылы жауап тастапты. Тағы да коррупциялық сұрақ. Осыншама ақшаның бәрін қайда жіберіп жатсыздар, ағайындар?